Сәлем достар, бүгін табиғи парк Дейірман бұғазы туралы айтатын боламыз. Түркиядамыз. Кереметтің қараңыздар. Дейірман бұғазы табиғи парктердің біріне жатады. Бұл Түркия еліндегі Балкесир қаласы Карреси ауданында орналасқан. Қалназ, емісің? Түрік ағайындар, Түркиядағы достарымен бірге тауға келдік. Құдай қаласа доп ойнайын деп жатырмыз. Дейірман бұғаз паркіне кіретін қақпа. Бұл жерде жабайы жануарлар бар. Дейірман бұғазы табиғи парк. Бұл жерде жалпы ауданы 250 гектар жерді алып жатыр. Бұл паркте пикник алаңдары, саяжай казинолары, буфет, балалар ойын алаңдары, баскетбол алаңы, сонымен қатар автотұрақ қоятын жерлері бар. Ал демалыс күндері бұл жергілікті тұрғындарға қызмет көрсететін тыныш ауа жағалау болып есептеледі. Пикник алаңында қарағай, кипарис, басқа да ағаштар, сонымен қоса 52 ағаш түрі қамтылған. Менің түркиялық досым Самиддин. Değirmen Boğazı Parkı'ndan selamlar. Maşallah. Парктегі сулар да ерекше. Мұндай керемет таза ауада доп ойнамасаң айып болатын сияқты. 1957-1963 жылдар аралығында бұл жерде көптеген ағаштар егіліп, табиғи саябаққа айналдырылды. Сонымен қатар 2011 жылдан бастап Орман және су министрлігі бұл жерде табиғи саябақ деп жариялады. Futbol oyunu әрекет жасауданбыз, Құдай қаласа. Gol! Hocam bunun adı ne? Bu köfte ya. Koftek? İnegöl köfte. Hayır ya, İnegöl değil bu. Bu normal köfte. İnegöl köfte çok farklı değil mi? Milleti ne anlatıyorsun sen? Adam video çekiyor burada. Ha. İnegöl köfte uzun hocam. İnce uzun abi. Şamil, ayağın nasıl? İyi duruyor. Шәкірттеріне үлгі болып жүрген Абид есімді ұстазымыз, әрі бауырымыз, әрі досымыз бізге түріктің ұлттық тамағын пісіріп беруде. (2013 жылдан бастап Балкесир қалалық муниципалитеттің жалға алушысы және операторы еншілес компания болып табылады. Тамақ жасау барысында бұл тамақтың иісі адамның тәбетін ашып жіберуі сөзсіз. Түрік ағайындарға көптен көп рахмет. Ali, bu yemektin adı ne? Bu domates abi. Bu. Ha, o köfte, köfte ekmek. Maşallah, maşallah. Güzeldir. Kolay gelsin. Teşekkürler. Және де естеріңізге сала кетейік, Балкесир провинциясының Карреси ауданында Ени Махале және Айвалтар аудандарының жанында орналасқан. Балкесир Бурса тас жолының шетінде, қала орталығынан 10 километр қашықтықта орналасқан. Табиғи парктың ауданы 25 гектар. Maşallah, maşallah. İnşallah kızarıyor. Nar gibi, nar gibi. Türkiye Cumhuriyeti'de Şindel taam. Hocam Güzel izle. yemekler, güzel taamlar. Ha, Enfes enfes. maşallah. Burada hepsi bekar. Bu Muzaffer. Şamil, Vali, Samiddin. Hocamız. Muzaffer degen jigit Ankara kalasından. Maşallah. Aç bak buna. Maşallah, maşallah. Ne kadar güzel. Vali. Tarihi günler Balıkesir kalasında orta keremetli tamak olması resmi sağladı. Maşallah. Aspaşa Arif hocamız. Yes, Lanet hocamız da var.
Kardeşim adım o. Enes. Enes. Teşekkürler. Afiyet olsun. Kerimetli tamam. Şimdi pomidor salamız. İki kerimetli tamam. Anlarımın. Ergen şimdi ben. Жерлер түнде әсіресе өте керемет болады деп айтып жатыр. Светтер жанған кезінде өте керемет. Мынау намазханасы бар. Мына жерде дәрет алатын жерлері бар. Қаласаңыз сырттан алатын жерлері бар. Өте керемет жерлер. Ауырып қалатын болса онда жәрдем көмек көрсететін машиналар аралап жүреді. Барлық жағдайлар жасалған. Өте керемет жерлер. Міне біздің бауырлар шай ішеміз деп отын жинап жүр. Мынау ақ тастар ерекше екен. Дерман буғазының биіктігі 120-330 метр аралығын құрайды. Wow. Бұл парктың табиғаты ерекшелігі жерорта теңізінің климаты да әсер етеді. Өйткені жерорта теңізінің фитогеографиялық аймағында орналасқаны үшін алювиалды және карбонатты емес қоңыр топырақтарда байқалады. Түркиялық достарыма үлкен рахмет айтамыз, өйткені ол күн тамаша күн болды. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде келулеріңізді сұрап қаламыз. Кездескенше сау болыңыздар. Бүгін 2023 жылы 20 мамыр түрік ағайындарымызбен бірге бәріміз демалып